Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Айгерім ханымның каналына қош келдіңіздер. Болжамды бастамас бұрын сіздерден сұраймын, лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап қойыңыздар. Бірінші бізде тоқты белгісіндегі жандарға апталық болжам. Бүгін осындай екі түрлі картадан толығырақ, анығырақ болу үшін екі түрлі картадан болжам жасауды ұсынып отырмын сіздерге. Бірінші бізде тоқты белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығына. Тоқты белгісіндегі жандарға апталық болжам, қандай жаңалықтар, қандай өзгерістер болатындығы жайлы. Тоқтылады. Бір аптаның көлемінде жаңалықтар күтеді екен. Камераны дұрыстап қойып алайын. Тоқтылар, бір аптаның көлемінде қаржылық жағдайларыңыз өте жақсы болады. Жалақы түседі, немесе ойламаған жерден, күтпеген жерден ақшалай бағалы сыйлық аласыздар. Ақшалай сыйлық алуыңыз мүмкін, бағалы сыйлықтар алуыңыз мүмкін. Ол отбасыңыз, жақындарыңыз, бауырларыңыз, әкеңіз, нәзік жандылар үшін екінші жартылары, аналарыңыз деген сияқты жақын адамдарыңыз көмек қол үшін созатын болады. Бізде 8 жезл бұл күтпеген жерден жаңағы түсетін қаржы, күтпеген өзгерістер, және бұл жақын арада болады. Мысалы, бір ақшалай өзгерістер күтіп жүрсеңіз, бір ақшаңыздың қайтып келуін күтіп жүрсеңіз, кредит оформить етіп, соның жауабын күтіп жүрсеңіз, жақын уақытта болады. Және де бір ойламаған жерден тез бұл мәселеңіз шешілетін болады. Және де нәзік жандылар алдағы уақытта беременность немесе босану жайлы бір жаңалық естисіз өзіңіз, не болмаса жақындарыңыздың бірінің аяғы ауыр екендігін, сондай бір жаңалық естіп қуанатын боласыздар. Келесі, достаток имущества, бұл жерде қуанышты бір жаңалық, ақшаға байланысты тағы да. Мен енді айтар едім, тоқтылар сіздерде осы бір аптаның көлемінде өте жоғары қаржылай мүмкіндіктер болады. Ақшаға байланысты біраз мәселелеріңізді шешетін боласыздар. Обучение тайна, қандай да бір оқу, алға қойған мақсаттарыңыз, сондай бір мәселелеріңіз шешілетін болады. Және де сіздерден бір нәрсе жасырын болып қалуы мүмкін. Сізге айтпай қалуы мүмкін бір адам, немесе ол нәрсені өзіңіз жасырып қалуыңыз мүмкін. Немесе сізге жасырып, біреу айтпай қалады да бұл нәрсені, немесе өтірік алдауы мүмкін. Яғни жасырын қалады бұл. Жаңағы жарияға жар салынып, айтылмайтын болады. Немесе бұл жерде бір қандайда сырды жақын арада білетін боласыз, сіздерден жасырып қалғанын. Және де ол жасырылған нәрсені сіз күтпейсіз де. Бірақ кешірім сұрап, осылай өтірік айтқанын, сізден жасырып қалғандығын мойындайтын болады. Қаржыға байланысты бір үлкен мәселелеріңіз шешіледі. Үйге байланысты үйдің документін, үй салу, жер алу, үй алу деген сияқты бір өзгерістерге жаңағы қадам жасайтын боласыздар. Келесі, счастливая жизнь. Қуанышты хабар, жақсы жаңалық,
күтпеген жерден бір қуанышты хабар естисіздер, себебі бұл өте бір керемет карталардың бірі. Яғни сіз ол жағдайды күтпеуіңіз де мүмкін. Бір емес, бірнеше жерден түсіп тұр, яғни бір күтпеген жаңалық естисіз, және де қуанатын боласыз. Так, тағы не айта аламын сіздерге? Алдағы уақытта бір алға қойған мақсаттарыңыз бойынша жұмыс жасайтын боласыздар, және де сол бағытты дамыту үшін оқисыздар, білім аласыздар, және де бастаған істеріңізді соңына дейін жеткізсеңіздер өте үлкен результатқа жететін боласыздар. Егер оқып жүрген, білім алып жүрген, жаңағы бір саланы дамытып жүрген жандар үшін айтарым, алдағы уақытта сіздерді өте үлкен мүмкіндіктер күтіп тұр. Так, тағы не айта аламын сіздерге? Және де бір бағалы сыйлық алуларыңыз мүмкін. Бұл әйел адамның тарапынан аналарыңыз, әпкелеріңіз, сіңлілеріңіз бағалы сыйлық жасауы мүмкін. Алтын, әдемі киім, ақша деген сияқты бағалы сыйлықтар алатын боласыздар. Осымен апталық болжам аяқталды. Алдағы уақытта әлі де болжамдар салынатын болады әр апта сайын. Сондықтан энергия алмасу үшін міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Келесі бізде торпақ белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығына. Бүгін міне осындай екі картамен бірағынан болжам жасап жатырмын. Алдағы уақытта толық раскладтарыңыз нақтырақ айтылуы үшін. Картаның көлемінде торпақтарды қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтетінін көрейік қанекей. Келесі екінші картамыз. Торпақтар отбасыларыңызбен, екінші жартыларыңызбен, жақындарыңызбен көбірек уақыт өткізесіздер бұл уақытта. Және де қандай да бір қуаныштарыңызды бөлісесіздер. Отбасын құрмаған жандар болса, екінші жартысын кездестіру, отбасын құру, неке қию, заңды некеге тұру деген сияқты өзгерістер орын алатын болады. Қуаныштарыңызбен алдағы уақытта бөлісетін боласыздар. Ал бизнесте жүрген жандар үшін бизнесіне партнер жаңағы алатын болады, яғни бірігіп, бірлесіп жұмыс жасайсыз. Сол кезде сізде бизнесте жұмысыңызда результат болатындығын айтқым келеді. Паш-чаш қандай да бір қуанышты хабар, сәбилі болу, беремін сияқты бір жақсы жаңалықтар бар бір аптаның көлемінде. Немесе жақындарыңыздың тарапынан сондай қуанышты хабарлар естисіздер. Жаңа ұсыныстар алуыңыз мүмкін, жаңа бастама бастауыңыз мүмкін, және де бір мәселе жайлы біраз уақыт шешім қабылдап ойланасыздар. Енді бұл саланы сіз маман болмауыңыз мүмкін, бұл саланы білмеуіңіз мүмкін, сол саланы қарап, ары қарай дамыту үшін жаңағы өзіңізге білім алып, өзіңіз соны қарастырып, ары қарай зерттейтін боласыздар. Так, безопасность, стабильность. Қаржылай жаңағы жақсы уақыт, но ақша жағы жақсы болса да, ақшаны үнемдеп, өз орнымен жұмсауға кеңес беретін едім бұл аптада. Себебі қаржы жағы жақсы болып жатыр екен деп, оңды солды ақшаны шашып, үлкен жаңағы сауда жасайтын уақыт емес. Ақшаңызды үнемдеп жұмсасаңыздар, жаңағы
ақшаларыңыз да тұрақталып реттелетін болады. Жаңа бір бастама түсіп тұр сіздерде, жолдарыңыз ашық, жаңа бастама бастайын деп жатсаңыз, жаңа бастама жөнінде білім алып, жаңағы іздеп жүрген жандар болса, жаңағы жұмыс іздеп жүрген жандар болса, осы аптаның көлемінде жаңа ұсыныстар, жаңа жұмыс табасыздар. Және де бұл сала сіздер үшін өте бір керемет сала болады. Зерттейсіздер, қарайсыздар, бақылайсыздар. Бұрыннан істеп келе жатқан ісіңіз емес, бірақ та алдағы уақытта жаңа мүмкіндіктер, жаңа өзгерістер енеді жұмыс саласында. Және де балаға байланысты бір істермен айналысыздар. Енді балалары бар жандар үшін балаларыңыздың денсаулығына қарап, не болмаса балаларыңызбен бірге уақыт өткізіп, балаларыңызбен бірге қыдырып, демалып, бір аптаның көлемінде осындай өзгерістер болатынын айтқым келеді. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, энергия алмасып отырыңыздар. Егіздер белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығында. Екі түрлі картадан болжам жасаймыз. Болжамдарыңыз ұзағырақ, әрі нақтырақ шығу үшін егіздерді бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын көрейік кәнекей. Келесі егіздерді бір аптаның көлемінде. Император, старший аркан қандай да бір нақты шешім қабылдауға тура келеді сіздің. Не болмаса, жұмыс жасайтын болсаңыз, басшылық тарапынан сізге шешім қабылданады. Жұмыстан өзгерістер болуы мүмкін, жұмыстан өсу, жалақының өсуі деген сияқты бір өзгерістер болады, но жақын арада емес, біраз уақытқа созылады. Мысалы, жұмыс жағынан өсу, жұмыс жағынан бір өзгерістерді жаңағы күтіп жүрген болсаңыз, әлі нақты шешім қабылдаған жоқ, әлі де ойланып жүр. Басшылық жаңағы ойлану үстінде деген келеді. Нақты шешім қабылдаған жоқ, әсіресе енді ақшаға байланысты болып тұр. Мүмкіндігінше бұл жалақыңыздың өсуін жаңағы күткен болсаңыз, жақын арада емес, но алдағы уақытта осы 2023-тің көлемінде болады деген келеді. Әлі де жұмыс жасап, еңбектеніп, тер төгуіңіз қажет. Келесі, кішкене сабырлық танытқаныңыз жөн дегім келеді. Әлі де дайын емес, немесе дайын емессіз сіз. Егер асығыс шешім қабылдайтын болсаңыз, сіз күткен нәтиже болмай қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене сабыр сақтағаныңыз жөн ақшаға байланысты мәселелерде. Және де өзіңіз де асықпаңыз, басқа адамды да асықтырмаңыз. Өз уақытымен сабыр сақтасаңыз, сіз ойлаған нәтижеге жететін боласыз. Және де келесі обучение тайна. Бұл жерде бір сізден жасырған бір сырды білуіңіз мүмкін. Басшылықтың тарапынан екінші жартыларыңыз немесе алдағы уақытта сізден жасырып жүрген нәрсесі анықталатын болады. Бұл бір күтпеген жерден біліп қалмайсыз, арнайы өзіңізге айтылатын болады. Сізден осындай нәрсені жасырып едім деп кешірім сұрап, егер дұрыс емес нәрсе болса, ренжіп, кішкене көңіліңіз қалуы мүмкін. Ал енді білім алып, оқып жатқан жандар үшін бұл алып жатқан білімдеріңіз алдағы уақытта сіздер жемісін жейтін боласыздар. Алдағы уақытта алған білімдеріңіздің сізге пайдасы жақсы тиетін болады дегім келеді. Және де ақшаға байланысты келетін болсақ, білім алу үшін де ақша керек қой қазір. Қорықпай, бар қаржыңызды осы алып жатқан ісіңізге, біліміңізге салуға кеңес беретін едім.
дерево. Бұл карта бізде денсаулыққа жауап береді. Қандай да бір армандарыңыз орындалады. Жұмыс жағынан өсу, қаржылай жалақыңыздың өсуі бар, но біраз уақытты алады. Нақты бір шешім қабылданған жоқ әлі де, но сондай бір басшылық тарапынан сыбыс естіп қалуыңыз мүмкін, но алдағы уақытта бұл болатын жағдай. Тағы не айталғым келеді? Денсаулық жағы өте жақсы, иммунитетіңіз көтеріліп, денсаулықтарыңыздың жақсаратын уақыты. Келесі бізде луна. Қандай да бір істе, қандай да бір жұмыста абыройларыңыз асқақтап, абыройларыңыз өседі. Қандай да бір күткен нәтижелеріңіз орын алады, тек сабырлықпен күту керектігін айтады. Тағы да сабырлы болуға кеңес беріп жатыр, бір емес екі карта, сондықтан кішкене сабыр сақтағандарыңыз жөн. Бұл 1-2 аптаның көлеміне созылуы мүмкін, бір мәселелеріңізді жауабын күткен болсаңыз, но жақсы нәтижемен аяқталатын болады. Енді қаржыға келетін болсақ, ақша жағы болады, бірақ қандай да бір оқуға, жұмысқа, білімге салатын боласыздар бар қолыңыздағы қаржыларыңызды. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Келесі шаян белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығын қамтимыз. Бүгін міне осындай екі түрлі картамен болжам жасайын деп отырмын. Сіздерге ұзағырақ, нақтырақ болу үшін көп отзывтарда, комментарийларды оқып тыңдап жатырмын. Сол жерде болжамыңыз жақсы, бірақ тез ұтып қалады деп жаздар екен, сондықтан кішкене ұзартуды жөн көрдім. Шаян белгісіндегі жандарға бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер болатынын көрейік, мінекей. Енді келесі карта, екінші картамызда. Нақтырақ бәрін ашып алайық бірінші. Бір аптаның көлемінде бір нақтырақ шешім қабылдайтын боласыздар. Жаңа бастама, жаңа қарым-қатынас, өмірлеріңізде жаңа бір өзгерістер болады. Нақтырақ айтқанда, бұл шешімдерді қабылдар кезде бір жеңіл қабылдай салатын сияқтысыз. Ұзақ ойланып, ұзақ уақыт жоғалтпайсыздар. Және де өзіңіздің тарапқа шешім қабылдауға тура келетін кезде кішкене ойланғандарыңыз үшін, бір жеңіл ойланбай қате шешім қабылдауларыңыз мүмкін. Себебі нулевая карта дурак, бір нәрсені жеңіл қабылдай салып, кейін өкініп қалуларыңыз мүмкін екендігін ескертеді. Және де қаржыға байланысты бір өзгерістер болады. Көптен күткен, мысалы, ақшаларыңыз болса, сол ақшаларыңызды аласыздар. Ақшаға байланысты бір өзгерістер бар. Және де жол жүрумен байланысты бір өзгерістер, көшіп-қонумен байланысты. Одан кейін көлік алу, көлік сату сияқты өзгерістер орын алуы мүмкін. Және де біреудің көңіліне қарап шешім қабылдамауларыңыз қажет. Ол адам ренжіп қалады, мені жақсы көрмей қалады деген сияқты ойдан аулақ болғандарыңыз жөн. Және де ішкі жан дүниелеріңізді дамытып, ішкі жан дүниеге көбірек мән беруге кеңес беремін. Жаңағы білім алып, духовный рост дейді ғой, сол жаққа қарай көбірек мән бергендеріңіз жөн. Соған карта кеңес беріп отыр.
Және де қандай да бір жол түсіп тұр сіздерге, жолға шығуларыңыз мүмкін, жол жүрумен байланысты бір өзгерістер орын алады. Творчествоға, духовный рост сол жағына көбірек мән беріңіздер. Және де күткен бір сәттіліктеріңіз, күтпеген жерден бір өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа бір нәрсе болады ма, болмайды ма деп күтіп жүрген нәрселеріңіз күтпеген жерден келуі мүмкін. Құдай берем десе форточкадан береді дейді ғой, сол сияқты бір өзгерістер болуы мүмкін. Және де жан жақтарыңызда бір екінші адаммен спор болуы мүмкін. Сөз таластырып, кішкене түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін. Сондықтан сол жағына абай болыңыз. Жаныңыздағы сенген адамыңыз сізге таза болмауы мүмкін, сізді алдауы мүмкін, сізді ренжітуі мүмкін, артық әңгімесі көп болуы мүмкін. Сондықтан сол жағынан бизнес партнеріңіз болса да, екінші бір сөйлесіп жүрген, сырыңызды айтып жүрген адам болса да, абай болғаныңыз жөн. Көп ешкімге сырыңызды айта бермеңіз, себебі сырыңызды айтып қателік жасап қоюыңыз мүмкін. Яғни ол басқа адамға жеткізіп, артық әңгіме болып, түсінбеушіліктер араларыңызда орын алуы мүмкін. Сондықтан сол жағына абай болғандарыңыз жөн. Яғни екі адам білетін нәрсені үшінші адамда естіп білуі мүмкін. Енді соңғы карта бізде удача, судьба, бұл сонысы өте бір керемет карталардың бірі. Қаржылай сәттілік күтіп тұр сіздерді бір аптаның көлемінде. Және де алға қойған мақсаттарыңыз, бір жолыңыз болады, сәттілік сізбен бірге болады. Жол жүрсеңіз де, жаңа бастама бастасаңыз да, бір қателікке жол беріп жатсаңыз да, жаңағы бір жеңіл шешіледі. Сондықтан енді әрине қателіктің алдын алуға тырысқандарыңыз жөн, себебі мен картамен сіздерге ескерту жасап отырмын. Сондықтан сол жағына өте абай болыңыздар, бірақ кез келген мәселелеріңіз бір сәтті жағынан шешілетін болады. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап отырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше. Келесі бізде Арыстан белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығын қамтитын боламыз. Бір аптаның көлемінде арыстандарда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік. Болжамды бастамас бұрын әрине лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап кетіңіздер. Энергия алмасу болу қажет міндетті түрде. Қандай да бір жақсы жаңалық аласыздар бұл аптаның көлемінде. Және де бұл біраз уақыт күткен жаңалығыңыз болуы мүмкін. Және де бұл қуанышыңызды жақындарыңызбен бөлісетін боласыздар. Қуанып, бір жерге барып, соны тойлатуыңыз да мүмкін жақсы хабарды. Бір арқаңыздан жүк түскендей, бір жеңіл сезімде боласыздар. Бір істеріңіз аяқталады, үлкен бір мәселелеріңіз шешіледі дегім келеді. Жаңа бастама болуы мүмкін, жаңа қадам болуы мүмкін, жаңа өмірге енесіздер, жаңа өзгерістер болады. Жаңағы жұмыс жағынан өсу де болуы мүмкін бұл уақытта. Және де бұл болып жатқан үлкен
өзгеріске қуанатын боласыздар. Және де жаныңызда сізді қолдайтын, сізге ақыл кеңес беретін жақындарыңыз жаныңыздан табылады. Сондықтан сіз бұл уақытта жалғыз қалмайсыз. Бір жақсы қуанышыңызбен бөлісетін боласыз. Қонақ шақыруыңыз мүмкін, қонаққа баруларыңыз мүмкін, балаларыңыздың жаңағы бір жетістігіне қуануларыңыз да мүмкін, балаға байланысты істерде болуы мүмкін. Және де қандай да бір жасырынған бір сырды біліп, сізден жасырған үшін кішкене ренжуіңіз мүмкін. Және де бұл біраз уақыт сізден жасырын болуы мүмкін. Сізден жасырған немесе жасырын түрде бір жасалған істердің нәтижесін біліп қоюыңыз мүмкін. Жаңадан бір оқып, білім алуларыңыз мүмкін, бір істерді бастауыңыз мүмкін. Сол жұмысты бастау үшін, бизнесті бастау үшін, бір істі бастау үшін, бұл сала сізге таныс емес болғандықтан, бұл сала бойынша өзіңіз барып білім алуыңыз мүмкін, немесе арнайы мамандардан барып білім алуыңыз мүмкін. Және де сәттілік сізбен бірге дегім келеді. Сондықтан қорықпай, сіздерге бұл апта көп рисковать ету қажет. Себебі сәттілік сіздермен бірге. Қандай да бір күткен нәтижелеріңіз, жаңағы еңбектеріңіз, ұзақ уақыт салған еңбегіңіз, терлеп жасаған істеріңізде бір сәттілік болып, үлкен мәселелеріңіз шешілетін болады. Яғни бір қуанышты хабар аласыздар, қуанасыздар, өздеріңіздің немесе балаларыңыздың жетістігі үшін бір үлкен жетістікке жетіп, бір мәселелеріңіз шешіліп, арқаларыңыздан бір жүк түскендей бір жеңіл сезімде боласыздар. Және де бұл сіздің жасаған жұмысыңызды, еңбегіңізді бағалайтын адамдар, сізге сәттілік тілейтін адамдар әрқашанда жандарыңыздан табылады. Әрине, сәттілік сізбен бірге, соны ұмытпағандарыңыз жөн. Алған білімдеріңіз, жаңағы жасаған еңбектеріңіз еш кетпейді. Сондықтан бұл уақытты бір жақсы уақыт ретінде пайдалана білгеніңіз үшін, жол жүрумен байланысты да бір өзгерістер болуы мүмкін. Жақсы хабар естисіздер, жол жүресіздер, және де көлік сату, көлік алу деген сияқты бір өзгерістер болуы мүмкін. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, энергия алмасып отырыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше сау саламатта болайық. Бикеш белгісіндегі жандарға апталық болжам. 27 ақпан мен 5 наурыз аралығына бикештерде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болады бикештерде. Келесі екінші карта. Бір аптаның көлемінде отбасыңызбен, жақындарыңызбен уақыт өткізетін боласыздар. Және де бір жақындарыңызбен, екінші жартыларыңызбен, туысқандарыңызбен қуанышты бір жаңалықтарыңызды бөлісесіздер. Және де қандай да бір бастама түсіп тұр сіздерге, жаңа жұмысқа орналасу, жаңа бір бастама бастау, жаңа қарым-қатынас болуы да мүмкін. Және де бұл ұзағынан болады. Жаңа қызбен, жігітпен танысып жатқан жандар үшін айтарым, бұл сіздің адамыңыз болуы мүмкін болашақта. Сондықтан бағалай біліңіз.
жаңа қарым-қатынастан алдағы уақытта жаңағы үлкен результаттар болады. Бір жаңа бастама, жаңа қарым-қатынас болсын, жаңа жұмыс болсын, бұл сала сіздікі, бұл адам сіздікі. Бұл өзгерістер болып жатқан, яғни сіздің өміріңізде нақты болу керектігін нақтылайтын картаның бірі. Және де бір жаңа бастамалар, жаңа өзгерістер болса да, іштей қорқыныш сезімі болуы мүмкін, себебі меч бар екен. Іштей қорқыныш, бұл қолымнан келе ме, жасай аламын ба деген сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Және де көп адамдарға сенбеуге кеңес беремін. Жаңағы сізге жамандық ойлайтын, және де сізге өзінің кесірін тигізгісі келетін адамдар болуы мүмкін. Мына жерде враг карта түсіп тұр. Яғни көп ешкімге сенбегенің үшін сенімді адамның өзі сізді сатып кетуі мүмкін, алдап кетуі мүмкін. Және де кейбір бикештер үшін бұл карта екінші адамның сізге жасаған изменасы. Сондықтан сол жағынан өте абай болғандарыңыз үшін жаңағы екінші жартысынан измена жасағанын білуі мүмкін, немесе естуі мүмкін. Келесі бізде успех в делах корабль. Корабль өте бір керемет карталардың бірі. Бизнесте, жұмыста жолыңыз болады, және де жол жүруіңіз мүмкін, көшіп қонумен байланысты бір өзгерістер болады. Яғни бұл бір движениемен байланысты карта. Жаңағы ары-бері жұмыста көп болуы мүмкін, бір аптаның көлемінде үнемі қозғалыста болуларыңыз мүмкін, жол жүріп, командировкамен жолға шығуларыңыз мүмкін, жұмыс мәселесін шешумен қонаққа баруларыңыз мүмкін, және де көлік сатып алу сияқты, көлік сату сияқты бір өзгерістер болады сіздерде. Және де келесі карта бізде женщина. Аналарыңыз, әпкелеріңіз бір ақыл кеңес айтуы мүмкін сіздерге. Сол ақыл кеңеске құлақ асуға кеңес беретін едім. Себебі бұл алдағы уақытта сізге үлкен пайдасы тиеді. Және де бұл женщина, дама деп аталады. Бұл ер адамдар үшін, мысалы, екінші жартысын кездестіру. Бұл нақты сіздің адамыңыз болуы мүмкін. Мен жоғарыда да айтып кеттім. Кездескен әйел адамды бағалап, жаңағы қалай айтсам болады, нақты бос уақыт өткізбей, нақты бір шешім қабылдап, отбасын құруларыңыз да мүмкін. Сондықтан бұл кісіні бағалай білуге де кеңес беремін. Немесе бұл аналарыңыз, қыздарыңыз, әпке, бауырларыңыз болуы мүмкін. Немесе бұл екі жастың ортасына түскен үшінші адам болуы да мүмкін. Бұл әсіресе нәзік жандылар үшін. Мына жерде жаңа айтып кеткендей, измена деп тұрмын ғой. Жас келіншектің тарапынан күйеулеріңіздің сіздерге жасаған изменасы да болуы мүмкін. Сондықтан сол жағынан өте абай болуларыңыз керек. Бұл енді болатын нәрсе, сондықтан сіздерге ескертіп айтып жатқаным. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап отырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Келесі бізде таразы белгісіндегі жандар. Таразыларым, қалдарыңыз қалай? Бір апталық болжамға қош келдіңіздер. 27 ақпан мен 5 наурыз аралығына осындай екі түрлі картадан болжам жасайтын боламын бүгін сіздерге. Бір аптаның көлемінде таразыларымда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік қанекей.
кешірім сұраймын. Кішкене камерам қолға алып кетті. Екінші картаны да сразу ашып алайық. Расклад нақты болу үшін. Екінші жартыларыңызбен қарым-қатынастың жақсаруы, екінші жартыларыңызды кездесу, жаңа бір бастама бастап, жаңа өзгерістер болулары мүмкін өмірлеріңізде. Себебі екінші жартыны кездестіру, жаңа өмірге қадам басу, отбасын құру, неке қидыру деген сияқты жеке өмірлеріңізде үлкен өзгерістер орын алуы мүмкін. Бизнеске, жұмысқа келетін болсақ, бір адаммен бірігіп жұмыс жасалып түсіп тұр, және де ол адам сіз үшін сенімді, сізге адал адам болуы мүмкін, немесе сондай адал адам кездестіруіңіз мүмкін бизнесте. Жаңа бастама, бастап жатқан істеріңіз бұл өте шексіз таза болады. Сондықтан алдағы уақытта бұл іс жүреді, ұзаққа созылады. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Жұмысқа орналасып жатсаңыздар, бұл тұрақты жұмыс болып қалады. Бизнес бастап жатсаңыздар, бұл бизнестеріңіз өте бір керемет, жақсы табыс алып келетін жұмыс іс болады. Және де бір жұмысты, бір істі, бір қарым-қатынасты аяқтап, жаңа бір бастамаға, жаңа бір өмірге, жаңа іске, жаңа бизнеске, жаңа өмірге қадам басатын боласыздар. Себебі смерть старший аркан бір нәрсемен қоштасып, аяқтап, бұл енді сізге ауыр болса да, қиын болса да, бұл істі алдыға қарай алып жүру мүмкін емес. Алып жүрем деп тырысқанның өзінде де сізге бұл ешқандай пайда алып келмейді. Сондықтан дер кезінде тоқтатуға, доғаруға, жаңа мүмкіндік өміріңізге енгізуге жаңағы мүмкіндік бергендеріңіз жөн. Және де бұл өте үлкен өзгеріс болуы мүмкін өмірлеріңізде. Жаңа жасаған қадамдарыңыз өте берекесімен болады. Сондықтан болып жатқан өзгерістерге, болып жатқан істерде қорқудың қажеті жоқ. Келесі карта бізде тайна. Қандай да бір сыр сіздерден жасырын болып қалған, сол жайлы білетін боласыздар. Ол адамға кішкене ренжігенмен де, бірақ енді ол өткен іс өтті. Сондықтан алдағы уақытта сіз жаман болсын деп жасырған жоқ та, ол жаңағы сырды. Сіз білмесін, сіздің жүрегіңіз ауырмасын, сіз ренжімесін деген сияқты бағытта жасырылған сыр болуы мүмкін. Сондықтан бұл адамды кешіріп, ары қарайда қандай сеніммен жүрсеңіз де ол кісінің жанында, сондай сенім қалғаны дұрыс дегім келеді. Және де келесі карта собака. Бұл қандай да бір достық, қарым-қатынас, және де сіздің досыңыз өте сенімді адам дегім келеді. Бұл бизнес партнеріңіз болуы мүмкін. Алдағы уақытта сіз ол адаммен өте бір керемет, сіз үшін адал дос болып та қалуы мүмкін. Партнер болсын, дос болсын, таныс адам болсын алдағы уақытта. Және де өте бұл благоприятный карталардың бірі. Сондықтан бұл сізге, сол адамға сенім артуға кеңес беремін. Өте бір керемет карталардың бірі. Келесі бізде башня. Өте денсаулық жағынан керемет карта. Иммунитетіңіз көтеріліп, денсаулығыңыз жақсарады. Мысалы, осыған дейін денсаулық жағынан кішкене дұрыс болмай жүрсе, алдағы уақытта денсаулықтарыңыз жақсаратын болады. Және де өмірлеріңізге бір өзгеріс болатындығын нақтылайды. Жаңағы айтып кеттім жоғарыда, бір емес екі рет түсіп тұр екен, мінекей, болатын өзгерістердің. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Сіз ол өзгеріске дайынсыз, мықтысыз. Сондықтан
бұл менің қолымнан келмейді, мен құлап кетемін, банкрот болып қаламын, немесе алдағы уақытта қарым-қатынасымыз үзіліп кетсе қандай болады деп қорқудың қажеті жоқ. Сіз уже шыңдалдыңыз, өте мықтысыз, бұл өзгеріске, бұл нақты жасайтын қадамға дайынсыз, сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Алдыға қарай қадам басу қажетсіздер. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Сары шаян белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығын қамтитын боламыз. Бір аптаның көлемінде сары шаяндарымда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатындығын көрейік. Болжамды бастамас бұрын әрине лайк басып, комментарий жазып, энергия алмасып отырайық. Бастайық. Семерка жезл, бұл қандай да бір алдыға қарай талпыныс, алдыға қарай қадам жасауыңыз керек, және де ол қадамды басқа тараптан емес, өзіңіз бірінші жасауыңыз керек. Және де сол адам үшін, сол жасап жатқан еңбегіңіз үшін алдыға қарай қадам жасап, бара түсуіңіз керек. Және жаңағы күрескен жағдайда сол адам үшін, сол жұмысыңыз, сол жаңағы күткен нәтижеңіз үшін күрескен жағдайда ғана сіз сондай үлкен нәтижеге, сіз ойлаған нәтижеге жете аласыз. Сондықтан жай жүрудің қажет жоқ, ол үшін күресіп еңбектенуіңіз керек. Сонсыз старший аркан, бұл өте бір керемет карталардың бірі. Қаржы жағынан үлкен керемет өзгерістер, қаржы жағы, яғни бір аптаның көлемінде өте жақсы болатындығын айтқым келеді. Және де бір қуанышты хабар естисіздер, жақсы жаңалық, беременность, босану сияқты бір өзгерістер, жаңалықтар болады. Және де балаға байланысты, балаларыңыз болса, сол балалармен бірге уақыт өткізу, балаларыңыздың бір қуанышын есту, жаңағы балаларға байланысты бір өзгерістер болады. Және де семерка чаш, бұл фантазия, мечта, воображение, енді қандай да бір армандаған мақсаттарыңыз орындалады, бірақ ол үшін әрине армандап қана қоймай, семерка жезл жаңағы алдыға қадам жасап, ол жұмысыңыз, ол ісіңіз үшін әрине күресуіңіз қажет. Сізге ол нәрсе оңай келмейтіндігін айтқым келеді. Және де отбасын құру, немесе екінші жартыңызды кездестіру сияқты бір өзгерістер болады. Заңды түрде отбасын құру, неке қидыру сияқты жақсы қуанышты хабарлар да бар. Айст, бақытты отбасы, отбасыларыңызбен, екінші жартыларыңызбен уақыт өткізесіздер. Екінші жартыңызбен қарым-қатынас дұрыс болмай жүрсе, екінші жартыларыңызбен қарым-қатынастарыңыз реттеледі. Және де баламен байланысты тағы да бір қуанышты хабар естисіздер. Көтеру, босану сияқты нәзік жандылар. Және де ойламаған жерден бір қуанышты, сырт тараптан қуанышты хабар келуі мүмкін. Келесі бізде қандай да бір келетін, күтілген нәтиже үлкен еңбекпен келетіндігін айтқым келеді. Испытание дейді ғой. Оңай нәрсе жоқ, сондықтан үлкен еңбектің, үлкен істің арқасында келеді. Оңай нәрсе жоқ. Сондықтан біраз уақыт күресіп, жаңағы жасауларыңыз керек. Бұл нәтижеге жету үшін.
қандай да бір шешілмей тұрған мәселелеріңіз болса, проблема дейміз ғой енді, бұл аптада кішігірім бір проблемалар да туындауы мүмкін, себебі крест түсіп тұр, бірақ ол шешіледі. Біраз қорқып, уайымдауларыңыз мүмкін, бірақ бұл шешілетін мәселе. Сол мәселелеріңізді, сол істеріңіз үшін күресіп, өзіңіздің таза екендеріңізді, немесе өздеріңіздікі дұрыс екендігін дәлелдеулеріңіз қажет. Дәлелдегеннен кейін барып қана жан-жақтағы адамдардың көздері жетуі мүмкін. Сондықтан оңай нәрсе жоқ, сондықтан еңбектеніп барып, дәлелдеп барып, кез келген нәрсеге қол жеткізесіздер. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болайық. Мерген белгісіндегі жандарға апталық болжам бір аптаның көлемінде 27 ақпан мен 5 наурыз аралығында болады. Бір аптаның көлемінде мергендерімде қандай жаңалықтар, қандай өзгерістер болатындығын көрейік мінекей. Қанекей бастайық. Ақшалай көмек және қаржылай көмек алу немесе көмек көрсету болуы мүмкін. Көмек алуларыңыз мүмкін. Қарызға ақша сұрасаңыздар, немесе кредит оформить ететін ойларыңызда болса, ойлаған сумаларыңыз қолдарыңызға келеді. Келесі бізде 4 жезл, өте положительный карталардың бірі. Стабильность, комфорт, жаңа екінші жартыңызбен жақсы уақыт өткізу отбасыңызбен, және де бір қуанышыңызды бөлісу, қуану, жаңағы қонақ шақыру, қонаққа бару деген сияқты бір өзгерістер болуы мүмкін. Және де королева пентакль, ойлаған қаржы, ойлаған істеріңіз болады, тек біраз сабырлық танытуларыңыз қажет. Күткен қаржыларыңыз қолыңызға келеді. Мысалы, кредит оформить еткен болсаңыз, біреуден қарызға ақша сұраған болсаңыз, немесе екінші жартыларыңыздың тарапынан қаржылай көмек болуы мүмкін. Келесі сәттіліктің айы дегім келеді, сәттіліктің аптасы дегім келеді, себебі сәттілік сіздермен бірге, күткен нәтижелеріңіз болады, және де бұл апта достатықта өмір сүретін боласыздар, қаржылай өте жақсы мүмкіндіктер болады. Сондықтан ақшаға байланысты бір мазалап жүрген мәселелер болса, өз шешімін табатын болады, уайымдаудың қажеті жоқ. Және де ісіңізде, жұмысыңызда, жеке өміріңізде сіздерді сәттілік күтіп тұр. Жаңағы келесі карта, бұл дом, жаңағы үй алу, үйдің документін жасау, үй салу, жер алу деген сияқты бір мәселелер болса, осы аптада бастап жасағандарыңыз жөн. Үйге бір қаржы салу, қаржыландыру, немесе үй алуларыңыз мүмкін, үй салуларыңыз мүмкін, жер алуларыңыз мүмкін, үйге байланысты бір мәселелерді анықтайтын боласыздар. Жаңағы біраз қаржы жетіңкіремей тұрса, бұл аптада көмек ретінде басқа тараптан жақсы қаржылай ақша келетін болады. Сондықтан бір қуанышты хабар, жаңағы алға қойған мақсаттарыңыз
жетесіздер, яғни ақша жетіңкіремей тұрса, нақты үй алуға, жер алуға ақша табасыздар, уайымдамаңыздар. Сәттілік сіздермен бірге. Сондықтан бұл аптада нақты үлкен мәселелерді келесі аптаға қалдырып қоймай шешкендеріңіз жөн. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше сау саламатта болайық. Ары қарай болжамымызды жалғастыратын боламыз. Тау ешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам. Бір апталық, яғни 27 ақпан мен 5 март аралығын қамтитын боламыз. Бір аптаның көлемінде тау ешкі белгісіндегі жандарда қандай өзгерістер болады? Екінші картамызды ашамыз. Бізде бірінші карта семерка чаш түсіп тұр. Бұл қандай да бір өзіңіздің армандарыңыз, көз алдыларыңызға сол армандарыңызды бір аптаның көлемінде елестету, алдыға мақсат қою, жаңағы талпыныс. Бірақ нақты мақсат болмаса, бұл тек арман, воображение, сіздің фантазияңыз болып қана қала береді. Сондықтан нақты мақсат қойып, алдыға нақты қадамдар жасау керексіз. Тек ойлап қана, жаңағы армандап қана қоймай, мақсат қоя білсеңіз, әрине бұл ойлаған нәрсеңіз жүзеге асатын болады. Тек алдыға нақты мақсаттар қойылуы қажет. Келесі бізде пятерка чаш, жаңағы кішкене өзі негативный карта. Себебі бір депрессия, бір нәрсені уайымдау, жаңағы ешкіммен сөйлеспей, жабылу. Бір ішкі состоянияңыздың, ішкі бір жаңағы қиындықтардың кесірінен ешкімге ештеңке айтпай жабылу. Яғни өз мәселеңізді өзіңіз шешем деп іштей жабылуыңыз мүмкін. Бірақ та жаңағы адамдарға айтып, көмек сұрап, жаңағы бұл болып жатқан қиындықты өзгертуге тырысқаныңыз жөн. Яғни айтарым, бір нәрсені жоғалтудың сәл-ақ алдында тұруыңыз мүмкін. Бір нәрседен айырылу, жоғалту, бұл бизнес болуы мүмкін, бұл қандай да бір үлкен еңбекпен келген нәрсе болуы мүмкін. Бірақ та сізде енді орта жолдан тастап кетпеуге кеңес берем. Әлі де сізде мүмкіндік бар. Жаңағы көбін, үлкен сіз жоғалттыңыз, аз қандай болса да мүмкіндік бар. Сондықтан бар күш-жігеріңізді жинап, тек армандап қана қоймай, нық шешім қабылдап, алдыға мақсат қойып, нық қадамдар жасауға кеңес беретін едім. Последний суд, старший аркан, басқа адамдардың да көмегін алып, кез келген нәрсені ақылға салып шешетін болсаңыз, сіз ол кісілерден көмек ала отыра, сіз ол адамдарға өте мықты, биік адам ретінде өз-өзіңізді көрсете аласыз. Сіз көмек алудан, ақыл кеңес алудан қорықпағаныңыз жөн басқа адамдардан. Дұшпаныңыздың да пайдасы тиетін уақыт бар. Сондықтан жаңағы мүмкіндігінше көмек алуға тырысқаныңыз жөн. Себебі жалғыз өзіңіз бір нәрсені үлкен жетістікке жетіп, бір нәрсені соңына дейін жасауға күшіңіз жетпей қалуы да мүмкін. Сондықтан күш-жігеріңізді жинастырып, басқа адамдардың көмегіне жаңағы жүгінгеніңіз дұрыс. Келесі карта бізде қандай да бір обучение болуы мүмкін, оқу, жаңағы өзіңіздің бір біліміңізді ары қарай дамытуыңыз мүмкін. Не болмаса, қандай да бір сырды нақты білуіңіз мүмкін. Яғни бұл жерде сізден жасырылған бір сыр нақты ашылуы мүмкін.
Және де бізде келесі каса, бұл жерде бір адамдармен түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін, сондықтан конфликт болуы мүмкін. Мүмкіндігінше эмоцияға беріліп, жаңағы өзіңіздің де жұмысыңыз алға баспай жатқан себебіне жаңа басқа адамдарды кінәлап, басқа адамдарды эмоцияға беріліп, басқа адамдардың да көңіл күйін бұзбауға тырысқаныңыз жөн. Қандай да бір іс тіптен болмай жатса, ол жұмысты, ол істі қойған дұрыс. Алдағы уақытта да сіз оны қанша талпынып алып жүрсеңіз де, күш жігеріңіз жаңағы аяқталатын, күш жігердің де бітетін күні болады. Сондықтан мүмкіндігінше уақытылы тоқтауға тырысыңыз. Ол қандай еңбекпен, термен келсе де, бұл отношения болуы мүмкін, бұл жұмыс болуы мүмкін. Сондықтан үлкен еңбек, маңдай тер бар екенін тек сіз білесіз. Сондықтан басқа адамдарға оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Тек дәл уақытында тоқтатып, басқа іске бел буған дұрыс. Денсаулық жағынан жаңағы абай болып жүрген дұрыс, жол жүргенде, және де иммунитеттің түсіп, кішкене өзі бір депрессияға түсетін уақыт болғандықтан, бір аптаның көлемінде денсаулыққа аса мән беруге кеңес беремін. Және де бір жақсы, қуанышты хабар естуіңіз мүмкін, бір нәрсені аяқтап, жаңа бір бастама, жаңа бір өзгерістер, жаңа бір жол, жаңа бір өмір басталуы мүмкін. Сондықтан қандай қиын болса да бір нәрсені босатып жіберіп, жаңа бастама бастаудан қорықпаңыздар. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Келесі бізде су құйғыш белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығын қамтитын боламыз. Бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын қанекей көрейік. Карта бірден шықты. Карта шашылып жатыр. Кішкене эмоцияға беріліп, активны болуларыңыз мүмкін бұл аптада. Карта ыршып, жан-жаққа өзі атылып, шашылып жатыр. Су құйғыш белгісіндегі жандарда қандай да бір сотқа байланысты нақты бір шешімдер қабылданады. Сотпен байланысты бір істермен айналысасыз. Нақты бір қағазға қол қою, соттың басталуы мүмкін. Соттасып жатсаңыз, бір іспен, бір жұмысқа байланысты жақсы хабар алуыңыз мүмкін соған байланысты. Келесі туз пентакли, бұл аптаның көлемі қаржылы уақыт, үлкен суммалы қаржы келеді қолыңызға, және де үлкен істеріңіз, жұмыстарыңыз нақтыланатын болады қаржыға байланысты. Яғни қаржыға байланысты біраз жұмыстарыңызды, істеріңізді нақтылайтын боласыздар. Қаржыға байланысты бір проблемалар болса, жаңа мәселелер болса, яғни ол осы аптаның көлемінде шешіліп, қомақты қаржыңыз қолыңызға тиетін болады. Звезда, бір қуанышты хабар еститін боласыздар. Жасаған жұмыстарыңыз, істеріңіз жалғыз жасамайсыз, бір жақсы адамның көмегі ісі болады. Және де сәбилі болу, немесе өздеріңіздің, немесе жақындарыңыздың аяқтарының ауыр екендігін білулері мүмкін кейбір нәзік жандылар. Және де өздеріңіздің бір жұмыстарыңыз, істеріңіз жаңа қиындау болып, қолдарыңыздан келмей жатса, бұл істі, бұл жұмысты біраз уақытқа кішкене шегере тұрған дұрыс, әлі уақыт емес. Яғни сіз ол істі жасауға, жаңағы ол бастаған ісіңізді үлкен нәтижеге қол жеткізуге әлі де сізге білім керек, жаңағы өз-өзіңізді дамытуыңыз керек деген сияқты. Сондықтан нақты шаг жасауға, қадам жасауға әлі де сіз дайын емессіз. Кішкене ары қарай жылжытып қоя тұрғандарыңыз керек, қоя тұруларыңыз керек. Және де
қандай да бір жұмысыңыздың ісіңізге жаңағы жаныңыздағы адам, досыңыз, сенімді адамыңыз қол ұшын беретін болады. Және де бұл жасап жатқан жұмысыңыз ары қарай шегерілсе де, бұл үлкен нәтиже алып келетінін ұмытпағаныңыз жөн. Әлі де білім алып толықтыруларыңыз керек. Жол жүру, көшіп қону, немесе көлік алумен байланысты бір жақсы жаңалықтар болады. Командировкамен жолға шығуларыңыз мүмкін, немесе көлік сатып алып, жаңа қуаныштарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісулеріңіз мүмкін. Жаңа қомақты қаржы, мүмкін көлік сатып, қолдарыңызға қомақты қаржы түсуі мүмкін, көптен сата алмай отырған көліктеріңізді. Не болмаса, сол жинап отырған қомақты қаржыңызды ойламаған жерден жақсы көлік шығып, көлік сатып алып, жаңағы соны заңды түрде өз аттарыңызға заңдастыруларыңыз мүмкін. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Балықтар белгісіндегі жандарға апталық болжам 27 ақпан мен 5 наурыз аралығын қамтитын боламыз. Қанекей көрейік. Бір аптаның көлемінде балықтарда қандай жаңалықтар, қандай өзгерістер болатындығын. Және де болжамымызды бастамас бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, энергия алмасы болу керек міндетті түрде. Болжам жақсы шығу үшін. Екінші картамды бірден ашып қояйын. Нақты бір істеріңізде, жұмыстарыңызда шешім қабылдайтын боласыздар. Уже тоқтап тұрған бір жұмыстарыңыз, істеріңіз нақты алдыға қарай қозғалатын болады. Уже қозғалыс бар жұмыстарыңызда, істеріңізде. Және де жол жүру, көшіп қонумен байланысты өзгерістер болады. Жұмыс ауыстырулары мүмкін кейбір балықтарым. Жаңағы нақты басқа қалаға, басқа жерге көшу сияқты бір өзгерістер болады. Паш пентакли ақшаға байланысты бір жұмыстарыңызды, істеріңізді нақтылайтын боласыздар. Және де бір аптаның көлемінде қомақты қаржы қолдарыңызға келетін болады. Жаңағы тоқтап тұрған істен, тоқтап тұрған жұмыстан бір шама қаражат қолдарыңызға түседі. Және де қандай да бір жұмыс іздеп жүрсеңіздер, немесе бір өзгерістер күтіп жүрген болсаңыздар, сол күткен нәтиже, күткен өзгеріс осы аптаның көлемінде болады. Жұмыс іздеп жүрген кейбір балықтарым үшін жұмыс табылады, және де ол ұсыныс басқа тараптан келетін болады. Бір адамның ұсынған жұмысы бойынша барып, сол жұмысты жаңа сөйлесіп, нақты бір жұмысқа орналаса алатын боласыздар. Жаңа өзгерістер, жаңа бизнес бастау, жаңа өмір, жаңа қадам деген сияқты бір өзгерістер орын алатын болады. Бірақ көп ешкімге сенім артуға кеңес бермеймін, себебі сатқындық, жаңағы сенген адамдарыңыз сіздердің үміттеріңізді ақтамауы да мүмкін. Сондықтан сіздерге берер кеңесім, кішкене кез келген нәрсені ақылмен шешуге тырысқандарыңыз жөн. Кейбір балықтарым жаңағы отбасыларында жаңа мүше қосылады, яғни пополнение, орысша айтқанда сәбилі болу, немесе жақындарының бірінің сәбилі болғанын естіп, қуанышты хабармен, жақындармен, басқа адамдармен бөлісетін боласыздар. Және де сәттілік сіздермен бірге жолдарыңыз болады. Бір қандай да бір қиын істеріңіз жүрмей тұрған, жаңағы уже бір рет, екі рет қадам жасап, қолдарыңыздан келмеген нәрсе осы жолы жасаған кезде ойламаған жерден жаңағы сәттілік сізбен болып, бір үлкен нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Сондықтан бұл аптада бір жаңағы тоқтап тұрған істеріңізді нақты қадам жасап, нақты шешім қабылдап, алдыға қарай жүруге кеңес беретін едім.
Себебі картаның өзі сіздерге кеңес беріп тұр жаңағы нақты қадам жасауға. Және де ештеңеден қорықпауға кеңес береді. Жаңағы қандай да болып жатқан өзгерістер ол болу керек, нақтырақ айтқанда. Сондықтан болып жатқан өзгерістерден қорықпау керек. Бұл болып жатқан өзгерістердің астарының өзінде сіздерге бір жақсы өзгерістер жатыр. Сондықтан жаңағы шешім қабылдап, нақтырақ өздеріңізді жаңағы алдыға қарай ұмтылуға, жаңағы өзгерістерден қорқып тұрып қалмауға, нақты алдыға қарай қадам жасауға тәрбиелегендеріңіз жөн. Картаның өзі сіздерге солай кеңес береді. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.